Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып пісіп шығатын синабон булочкаларын дайындайтын боламыз. Бұл булочканың басқа булочкалардан ерекшелігі бетіндегі кремімен өте ерекше. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Жылы сүтіміздің үстіне қант, тұз, жұмыртқа, ерітілген сармай және дрожжы салып, жақсылап араластырамыз. Араласпамыздың қант пен тұзы жақсылап еріген соң, үстіне електен өткізілген ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Егер қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене майлап жіберіп елесеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды үстін жылы орамалмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Оған дейін ортасына салатын салмасын дайындап қоямыз. Қантқа корицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің қамырымыз 1 сағаттай уақыт тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы көтерілген. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды жайып аламыз. Достар, егер де осы қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өзіңізге сақтап алыңыз. Және де жүрекше белгісін басып, өз достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын. Күн сайын бұдан да көптеген пайдалы видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп қалыңдықта жайып аламыз. Сонан соң бөлме температурасындағы сармайды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Сармайымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Қатты еріп кеткен сармай болмайды. Қамырымызды орағанда қамырымыз бұлшырап кетеді. Сондықтан дәл осындай видеода көрсетілгендей етіп сармайымыз қатып тұратындай қылып жағып шығыңыздар. Сармайды жағып алдық. Енді жаңа дайындап қойған салмамызды бір тегіс етіп салып шығамыз. Салмамызды салып алдық. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп қысыңқырап қамырды орап шығамыз. Қамырымызды орап алдық. Енді видеода көрсетілгендей етіп, екі қамырды бір-біріне ашылып кетпейтіндей етіп жабыстырып шығамыз. Қамырымызды орап, жақсылап жабыстырып алдық. Енді үйдегі тігіс тігетін жіптің көмегімен бір тегіс етіп кесіп аламыз. Осылайша жіппен кессеңіздер дөп дөңгелек әдем болып шығады. Пышақпен кессеңіздер де болады, бірақ әдемі болып шықсын десеңіздер жіппен кесуге кеңес беремін. Осылайша қамырларымыздың барлығын кесіп дайындап, табамызға жайғастырып, тағы да 5-10 минутқа жылы жерге демалдырып қоямыз. Демалып тұрған қамырымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне, біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып пісіп шықты, сап-сары болып, өте жұп-жұмсақ. Енді дәл осы булочкаларымыздың үстіне помадкасын, яғни кремін жағып шығамыз. Менде осындай дайын крем, сіздерге кремнің рецептісін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын.
Мендегі крем сливки мен творожный сыр араласып миксерленген. Өте дәмді болып шығатын кремдердің бірі. 20% қаймаққа қант ұнтағын араластырып жақсаңыздар да болады. Мінекей достар, осымен біздің синабон деп аталатын булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Кремі ыстық күйінде жағылған соң еріп, орталарына сіңіп, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, дәл осындай болып шығатынына сенімдімін. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.